Алыс шығыс батыс Еуропаға, Сібірден Индостанға дейін бірнеше ғасырлар бұрын көшпенділер өркениеті 10 мыңдаған шақырымдарға созылған еді. Қазіргі уақытта көшпенді тайпалар тәуелсіз елдің тұрғындарына айналды. Алайда олардың бәрі өздерінен ежелгі мәдениеттерін көздің қарашығындай сақтап келеді. Номадтар дәстүрмен заманауи өмір қалай үйлесім табуда? Этноспорт бағдарламасы осы жайлы. Бүгінгі бағдарламамызда көне қару тарихы, дәлдік, мергендік, байсалдылық, жан бату, ата-бабаларымыздың жауынгерлік өнері. Садақ пен оқ атуда даналық тұнып тұр. Дананы шебер мерген деп айтуға болады. Бұл белгілі француз философы Жиль Делездің сөздері. Ойшыл бір-бірінен мүлдем алшақ даналық пен қаруды неліктен салыстырды деп ойлайсыз? Бұл сауалдың жауабын көшпенділердің ежелгі ойынынан табуға болады. Ол жан бату деп аталады. Этноспорт бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осы ойынға арналмақ. Садақтың көне қару болғандығы соншалық, тіпті оны қандай халықтың ойлап тапқаны белгісіз. Археологиялық деректерге қарағанда, ол жер шарының бірнеше бөлігінде бір уақытта пайдаланыла бастаған. Бұл қаруға шамамен 20-30 мың жыл болса керек. Ғалымдар садақты ойлап табудағы мақсат аңшылықты жетілдіру болған деген пікірде. Және әрине әскери қару-жарақ ретінде қолданылды. Көшпенділердің өмір салтында садақ ерекше орынға ие болған еді. Көшпенді тайпалар неліктен мықты жауынгер саналды? Өйткені көшпенділер Еуразия даласында өмір сүрді. Қатал табиғат оларды осындай болуға мәжбүрлейтін. Олар өздеріне ең қолайлы жер іздеді. Айтпақшы, садақтың әр жерге тән өзіндік ерекшеліктері болған. Мәселен, Азия және Еуропа халықтары құрама садақтарды қолданыпты. Олар ағаштан, жануарлардың сіңірлерінен, тіпті мүйіздерінен де жасаған. Ал парсы мен Үндістандағылар садақтың тағы бір түрін шығарды. Олар толықтай болаттан жасалған металл болды. Қазіргі Қазақстан аумағында садақтың неден жасалғанынан хабардар ететін көне жәдігерлер анықталып отыр. Осы жерді мекендеген тайпалардың қорамсақтары мен оқтары бізге дейін жеткен. Артефакты, вот они, мы до сих пор видим, они же из тонкая самая работа сделаны, очень удобная. Так, это же колчан, здесь мы видим это стрели. Мұна жәдігерлерді жасау сабырлықты қажет етеді. Олар өте қолайлы, оқтардың ұшы темірден жасалғанын көріп отырмыз. Біз оларды қалпына келтірдік. Бұл орта ғасырдағы қорамсақ. Міне, мынадай оқтарды көруге болады, өлшемдері де әртүрлі. Тесіктері мен сүйек бастырмалары бар. Бір-бірінен айырмашылықты аңғара аламыз. Разных размеров. Это, например, наконечник. Видите, вот здесь костяное с дырочками. Дәстүрлі садақтың екі түрін атап өтуге болады. Ол садақтың ең көне түрі саналатын тік садақ. Оны солтүстікке тән деп те атайды. Ал екіншісі күрделі садақ. Оның ұшы теріс жағына қайырылған. Бұл ең жетілдірілген түрі моңғол садағы деген атауға ие. И вот что еще интересно. Маған мына жайт қызық болып тұр. Гректің көне тарихшысы Геродот бір аңызды жазып кеткен екен. Аңыз бойынша Гераклдың скиф атты ұлы садақ атудың хас шебері болыптымыз. Бұл дерек мыңжылдықтар бұрын жер шарында көшпелі өмір кешкен сақтардың әлемдегі ең мерген тайпа болғандығын дәлелдейді. Были лучшими лучниками в мире. Достар, бізбен бірге садақ атудан спорт шебері Әлия Қамалова. Ол жан батудан бірнеше дүркін чемпион атанған. Қазір Әлия көшпенділердің көне өнері жайлы бар білгенімен бізбен бөліседі. Начинайте, Әлия. Бәрі қарапайым, алайда маңызды нәрселерден басталады. Сіз тік тұру керексіз, ал аяғыңызды иықтың бойына қоясыз. Для новичков без лука, без стрел. Оқытуды бірінші садақсыз бастаймыз. Сіздің қалай тұратындығыңыз өте маңызды. Көз алдыңызға садақты елестетіп, садақтың бауын тартасыз. Оны құлаққа дейін жеткізу керек. Одан артық тартуға болмайды.
мұндай жаттығудан кейін енді садақ пен жебені қолға алатын кез келді. Можно брать Лук лук и стрелы. и попробовать стрелять. Да. Так, Сонда жебені қай жағынан ұстауымыз керек? Садақтың ішкі жағынан ба, әлде сыртқы жағынан ұстаған дұрыс па? Вообще есть два вида, азиатский и Негізі оның екі түрі бар. Олар азиялық және еуропалық тәсіл деп аталады. Қазақстандықтар көбінесе азиялық тәсілмен атады. азиатский. То есть это внешность, с этой стороны. Міне, мен бұлай ұстадым. Дұрыс па? Бас бармақтың астына алу керек қой, иә? Потом вот так вот натягивать. Иә, кейін бұлай тартасыз. Қараңыз, бас бармағыңызды осылай ұстайсыз. ага. Вот Все, видите? вижу. Большой это палец у нас идет снизу, а этот вот так. Держите со всеми. Ага. Енді түсіндім, сонда бас бармағымыз астынан басады. Өте қызықты тәсіл. Мен дәл осылай ұстауға болады деп ойламаппын. Саусағымыз садақтың бауымен бірге құйылғандай. Атып көрсем бола ма? Иә, әрине. Нысананы қалай көздеуім керек? Дәл көздеуім керек пе? Әлде біраз солға, немесе оңға артығымен алайын ба? Атта келе жатсақ, біз нысананы көздейміз. Бұл сәтті іштей сезу керек. О, ну, во всяком случае, я его подряд. Олай болса, мен де солай істеймін. Ал бір өткенде сіздер қанша рет оқ атасыздар? Время одного. Три. 3 выстрела. И 16-20 секунд ішінде сіз 3 рет атып үлгеру керексіз. Егер оқты ұстау қиын болса, бұлай жасауыңызға болады. Так. А вот что мне делать, когда она у меня прыгает, стрела? Вверх-вниз. Жақындай түстім. Бұл 3-ші жебе. Алайда 16 секундке жеткізуге әлі ертерек әрине. Тұрақты нәтиже көрсету шеберліктің белгісі. если не получается, то попробуйте с европейской. Так. Вот. Уже ближе. Мгм. Так. Третья стрела. Ну, до 16 секунд мне, конечно, рановато еще. Я помечтаю просто. Вот сейчас было 15, 16. Вот стабильность, признак мастерства, говорят. Опять нога. Жамбату садақпен ату мергендігін сынайтын қазақ жауынгерлерінің мерекелік сайысы. Ережесі сәл өзгеше болғанмен осыған ұқсас жарыстар өзге түркітілдес халықтарда да бар. Мәселен, қырғыздарда жамбы атыш немесе жамбы атмай, өзбектерде алтын кабақ, тәжіктерде кабақ деп аталады. Мүмкін Кавказдағылар да бұл сайысты өздеріне енгізген болар. Грузиндер мен армяндарда кабахи деген сайыс бар. А если историю почитать, то именно... Егер тарихтан қарасақ, мен туған жер Ульбияул маңында орталық Дағыстанда ғондардың Варачан деген орталығы болған. Альп Илитвер қолбасшылық еткен. Дәл сол жерден барлық Кавказ басқарылды. Бұл маған өте қызық болды. Бізде жаздықтықтарда осы ойындар сақталған болатын. Мұрағаттарды ақтара келе, кабақ деген ойынды көзім шалды. Бұл шауып келе жатып, асқабақты қағу ойыны. Бұл Кавказ соғысынан дейін болған. На скаку это было до Кавказской войны. Итак, я только что... Сонымен мен өзімнің садақ атудан алғашқы дәрісімді алдым. Алайда мен жерде тұрып аттым. Ендігі кезекте ат үстінде отырып садақ атудың қыр-сырын меңгеру керек. Әлия тағы да менің жаттықтырушым болады. Неден бастаймыз? С чего начинаем? Алдымен Начинаем, конечно, атқа отырудан бастаймыз. Сядем на лошадь, да? Садимся на лошадей, хорошо. Рахмет. Мұнаның бәрімен атқа отырудың өзі бір күш. Надо приловчиться. Так. Мен атқа үзеңгісіз мінген болатынмын. На лошадях, но без стремян. В стременах я не пробовал никогда. Солай отыру оңайсында, әлде үзеңгінің болғаны дұрыс па? О, так ее обхватить удобнее. Иә, әрине үзеңгімен отырған әлде қайда дұрыс. Бұл ойынның шыққан жерін ғалымдар әлі анықтаған жоқ. Дегенмен 18 ғасырға дейін дала халықтарында бұл сайыстың жасөспірімдер үшін міндетті болғаны белгілі. Ойын ережесі соғыстардан кейін қалыптасқан болар. Сакские тюркские войны, они умели... Сақ және түркі жауынгерлері мерген болған. Олар екі қолмен де садақ ата алды. Яғни садақты екі қолда да ұстап, оқты бірнеше жаққа атты. в разные стороны.
Бұл хас шеберлік және атта отырып садақ атудағы маңызды артықшылық. Мен моңғол садағын тағы бір қосымша тартуға болады дегенді естіген едім. Түркі және сақ жауынгерлері бір саусақпен басу тәсілін қолданды. Оң қолдың немесе сол қолдың бас бармағымен ұстады. Олар неге олай істеді дейсіз ғой? Өйткені садақ қысқа болатын. Сондықтан оны тартқан кезде керілген садақ бауының бұрышы өте өткір еді. Оның 3 саусақты кесіп жіберуі ғажап емес. Сондықтан бір саусақпен ғана ұстады. Алайда олай ұстағанның өзінде де саусақ ауырмай қоймайды. Сол үшін арнайы сақина жасайтын болған. Қазіргі үйлену жүзігі осы садақ сақиналарынан шықты деген аңыз да бар. Жамбы ату қазақ халқында кең тараған мергендік сынының түрі. Атпен шауып келе жатқан жігіттер екпінін бәсеңдетпестен құрулы бақан үстіндегі нысананы атып құлатулары тиіс. Тарихшылардың айтуынша, жамбының тарихы юань моңғол әулетінің кезіне тән. Бұл шамамен 13 ғасырдың соңы мен 14 ғасырдың басы. Тағы бір болжам бар. Цин әулеті билік еткен кезеңде жамбы төлем жасау тәсілі болған деседі. Здесь горы Каратау, вы знаете, да, в юго? Мұнда оңтүстік Қазақстандағы Қаратау тауы бар. Ежелден бері ол жер күміс кен орны ретінде белгілі. Жібек жолы кезіндегі күміс тиындары болған. Әрине, бізде күміспен байланысты кен орындар көп еді. Сіз дұрыс айтасыз. Бұл күміс құймасы. Қазақтың зергерлері мен қолөнершілері өз туындыларын жасаған кезде бірінші кезекте күмісті пайдаланды. Использовали в первую очередь серебро. Это символ богатства. Қазірде солай. Ол байлықтың белгісі болып есептеледі. Ал ойындар әдетте ас берген кезде немесе тойларда өткізілетін. Мұндай ауқымды жарыстарда әрине беделді бай адамдар ұйымдастырды. Такие большие события организовывали люди очень влиятельные и зажиточные. Вот представьте себе, что это слиток. Мына күміс құйма, яғни жамбы сайыстың сыйлығы болатын. Құймалардың өлшемдері мен пішіндері әртүрлі. Бәрі жарыстың деңгейі мен ұйымдастырушының қалтасына байланысты. Мен бұрын сайыс әлдеқайда түсініктірек болды деп ойлаймын. Міне, сыйлық қолда, бәрі көріп тұр. Жамбы тұрған бақанды қаға алсаң болды, марапат сенікі. Жеңісті тойлай беруге болады. Празднуй победу. Ойынның басты мәні мынада. Құрулы бақан үстіндегі нысананы атып құлату үшін асқан шеберлік қажет. Мергеннің ойынды сезіне білуі ғана жеткіліксіз. Ол аттың құлағында ойнайтын мықты шабандоз болуы тиіс. Дала халықтарының ауыз әдебиетінде бұл ойын жайлы деректер кездеседі. Мәселен, Қырғыздың Манас жырындағы Көкетай ханға ас беру бөлімінде жамбы ату жарысы суреттеледі. Ал қазақтың Қобыланды батыр жырында жамбы атудан жеңіске жеткенге қожайынның қызына үйлену бақыты бұйыратындығы айтылады. Когда садитесь на лошадь, главное не бояться, потому что лошади... Атқа отырған кезде бастысы қорықпау керек. Өйткені жылқы мұны жақсы түсінеді. Шапқан кезде тізгінді босатамыз. Демек, бәрін атқа тапсыру керек қой. Да. Так. Опускайте. Шапқан кезде денеңізді аяқпен біраз көтерген дұрыс. Атты екі аяғыңызбен мықтап ұстайсыз. Көтеріліп, тізгінді босатасыз. С обеих сторон, ногами, то есть. Вот так приподнимаетесь и опускаете поводок. Отпускаю поводок. Достаем. Стрелу. Тізгінді жібереміз, садақты аламыз, бірақ ат жылдамдығын арттырып барады. Потому что они привыкли уже. Өйткені олар бұған үйренген. Сіз тізгінді жіберген кезде ат тезірек шаба бастайды. Так, ну... Давайте мы... Бірінші ретте бұлай атсақ қалай? Нысананы қандай қашықтықтан діттей бастаған дұрыс. Біз оған жақындай түстік. А с какого расстояния мне нужно уже начинать метиться? Вот мы подходим к мишени. Ну, когда уже подойдет, Жақындаған кезде нысананы көздей бастаңыз. Так, отпускаю повод. Так, ой! О! чуть-чуть. Бірінші оғымыз сәтсіздікке ұшырады. Жарайды. Нысананы тағы көздеймін. Аттым, тигіздім. Сіз көрдіңіз бе? Сенбеймін. Мен нысанаға тигіздім. Нет, я попал!
Әлия, ату дәрісіміз аяқталды. Орамсақ бос. Сіздің алдыңызда өзімді ерекше қырымнан көрсетпек болдым. Бірақ жоспарым жүзеге аспаған сияқты. Нет. Мен олай айтпас едім. Сіздің бойыңызда ежелгі сақтардың қаны бар. Бірінші рет үшін өте жақсы нәтиже. Алайда егер біраз жаттықсаңыз, келесі жолы нысананың қақ ортасына тигізетін боласыз. Надеюсь, да, что у меня еще будет возможность потренироваться. Жаттығуға мүмкіндігім болды деп үміттенемін. Жамбы ату нағыз ерлердің ісі. Бірге жаттығайық. Давайте тренироваться вместе. Жамбы атуға қатысатын адамның бойында ерекше қасиеттер болуы керек. Денесі шымыр, жылдам қимылдайтын адам болуы шарт. Садақтың бауын тарту үшін қолдың күші маңызды. Ал шауып бара жатып ату үшін көз қырағы болуы керек. Және өзін өзі ұстап, сабырлы, байсалды болуы да аса қажет машық. Вообще это у нас у казахов это в крови. Мы обожаем. Негізі, бұл өнер біздің қанымызда бар. Біз аттарды жақсы көреміз. Атпен байланысының бәрінде ұнатамыз. Ат үстінде садақ ату да солардың қатарында деп ойлаймын. Қалаған адам мұны оп-оңай жүзеге асыра алады. Бірақ әр адам үшін бәрі жекелей қарастырылады. Мысалы, мен ең көп дегенде 40 келі тарта аламын. Бұдан да көбі бар. Тіпті 100 келіден де асады. Ал бұл спорт түрінде ең бастысы не? Қатысушының қандай қасиеттері болуы керек? Бастысы байсалдылық. Я много путешествую по миру на мотоцикле. Мен мотоциклмен әлемді кеземін. Кезінде көшпенділердің сәйгүліктері сынды ол да менің серігім. Алайда айырмашылық жоқ емес. Попробую стрельнуть на ходу из лука. Мәселен, көлігімді басқарып келе жатып, екі қолмен садақты қалай ұстар едім. Выход один. Бәлкім, арбалетті ұстауға болар. Вау-вау. Адамзат ойлап тапқан кез келген нәрсе уақыт өте келе өзгереді. Адамдар өздерінің өмірлерін жеңілдету үшін үнемі жаңа нәрселерді ойлап табады. Осылайша садақтан соң арбалет пайда болды. Садақтың қолайсыздық тудыратын тұсы да бар еді. Нысананы көздеген кезде садақтың адырнасын тартып ұстап тұру керек болды. Сондықтан оны бекіту қажеттілігі туындаған. Дегенмен садақ тарихтан жойылған жоқ. Ол өзге көне заттар сынды уақыт өте келе заманауи бола түсті. Этот уже более современный вариант лука. Сила натяжения достаточно большая. Мынау садақтың әлде қайда заманауи түрі 18 келіге дейін тарта алады. Бұл осы садақтың артықшылығы болып саналады. Ол тарихи көне садақ түріне ұқсайды. Дәстүрлі болғанмен жаңа технологиялар енгізілген. Садақтың астыңғы иығын алып жинауға болады. Шағын сөмкеге еш қиындықсыз сыйып кетеді. Иван, мына менің қолымдағы қаруда садаққа өте ұқсайды. Ол жайлы айтып берсеңіз. Да, согласен с вами. На лук он. Иә, мен сізбен келісемін. Ол садаққа өте ұқсайды. Бұл садақтың тарихы Канададан басталады. Олардың айта кетер бір артықшылығы бар. Бұл садаққа дөңгелектер орнатылған. Ол күшті тастауға арналған. Они осуществляют функцию сброса тяги. Біз бұл садақпен аттық делік. Садақ бауын тартқан кезде бар күш сақталады. Ал мына түрінде садақ күші 70-80% азаяды. То есть все навстречу лучнику. Да, Прогресс да. дошел уже и даже до лука. Да. То есть еще этот, в народе называют лук для ленивых. Кезінде жауынгерлердің қажеттілігі болған садақ ату өнері қазірде спорт түріне айналды. Айту керек, бұған көшпенділердің дәстүрлі ойыны жамбы атудың тигізген әсері мол. Бүгінде бұл спорт түрі танымал бола бастады. 2013 жылы түркі халықтары дәстүрлі спорт түрлерінің халықаралық қауымдастығы құрылды. Оның бас кеңесі Астанада орналасқан. Ұйымның басты міндеттерінің бірі жамбы ату дәстүрін жандандыру. Бірнеше жыл қатарынан жасөспірімдер арасында республикалық чемпионаттар өтеді. Арнайы үйірмелер де ашылуда. 2015 жылы ұлттық спорт түрлерінен Қазақ Федерациясының құрамында жамбы ату федерациясы құрылды. Ал былтыр Астанада алғаш рет алтын жебе халықаралық жарысы өтті. Оған 11 елден 20 спортшы қатысқан болатын. Итак, чем же связаны понятия мудрость
Сонымен садақ пен жебенің даналыққа қандай қатысы бар? Бұл сауалдың жауабын дала ойыны жан батудан көре алдық. Жебені тарту үшін күш керек, аттан құламас үшін ептілік, ал нысанаға дөп тию үшін байсалдылық керек. Ал жан батуда басты сыйлық ретінде күміс немесе алтын құйма, яғни жамбы беріледі. Бұдан да бағалы тарту болуы мүмкін. Даналық осында тұнып тұрған жоқ па? Сіздермен болған этноспорт бағдарламасы келесі кездескенше.